Мырза. Еркін тұр. Отыр. Артқа қарай кір соңғы қыздар. Калашников автомат қандай мақсатта қолданылады? Білетіндер бар ма? Бөлімше командирлер, Калашников автомат қандай мақсатта қолданамыз? Балжан. Қарсыласты қарсыластың тірек күшін жоюға және де қорғанысқа арналған. Жақсы. Автомат Калашников туралы білетіндеріңіз бар ма? Бізде оның салмағы оқталған күйінде 3/600, олсыз күйінде 3/300. Ол бізде Ресейде ең алғаш 1974 жылы қолданысқа ие болған. Жақсы. Автомат Калашников қандай бөлшектерден тұрады? Оқ-жаттар, оңғы қорабының қақпақшасы, қайтармау механизм, пенал. Айзат, сен қандай бөлшектерден тұрады? Оқ-жаттар, пенал, қайтармау механизм, оңғы қорабының қақпағы. Калашников автоматын бұзып және құрауда бізде нормативтер болады. Сол нормативтің мақсаттары қандай? Ол уақыттары және ол нормативтің өзінің тез жасауға мақсаты бар. Сабақтың барысында соны мен сізге түсіндіріп айтатын боламын. Нормативке берілген уақыт жаңағы жігіт айтып кетті, иә? Ал енді Калашников автоматын бұзып және жинақтау кезіндегі қауіпсіздік ережелері қандай? Бірінші ол бізде автомат шашылатын кезде орынның таза болуы және арнайы орында шашу. Жан-жағымызда адамдар болуы керек. Жақсы. Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы Калашников автоматын жартылай және бөлшектеу және құрастыру. Сабақтың мақсаты Калашников автоматтың қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып, тиімді және жылдам жартылай бөлшектеу мен қайта құрастыру дағдыларын қалыптастыру арқылы қарумен жұмыс істеудегі жауапкершілік пен техникалық дайындыққа тәрбиелеу. Сабақтың соңында күтілетін нәтижелері Калашников автоматтың жартылай бөлшектеу және қайта құрастыру қадамдарын орындай алуы, автоматтың негізгі бөлшектерін тануы, қарумен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтау, жылдамдық, дәлдік және топпен жұмыс жасау қабілеттілігін жетілдіреді. Бірінші кезекте қауіпсіздік ережесінен бастасақ, техникамен және қарумен жұмыс жасағандықтан бізде бірінші кезекте қауіпсіздік ережесі тұрады. Құрметті әріптестер, сіздерде журнал бар ғой, жылдың басында сабақ өткен кезде қауіпсіздік ережелерін журналын ашып, соған қол қойдырып аламыз. Бірақ әр сабақтың алдында қауіпсіздік ережелерін түсіндіріп кеткеніміз дұрыс. Автоматтың қауіпсіз күйде екенін тексеру. Қалай тексереміз автоматтың қауіпсіз күйде екенін? Ол жаттарда оқтың бар жоғын тексеру. Ең бастысы автоматтың ішінде оқтың қалып қоймауы. Мысалға, мынау бізде автомат, шын автомат емес. Автоматтың макеті. Бұның ішінде сіздер оқтың жоқ екеніне 100% сенімсіздер. Бірақ алайда осыған үйреніп алып, магазинді алмай жұмыс жасап әбден дағдыланып алсаңыздар, кейін қолдарыңызға шынайы қару ұстаған кезде сол әдет сіздерді қалып кетуі мүмкін. Сол себепті қаруды шашардың алдында бірінші кезекте оқ-жаттарды алып, қарудың ішінде оқтың жоқ екеніне көз жеткізулеріңіз керек. Сонымен қатар, тағы да автоматтың қауіпсіз екеніне көз жеткізулеріңіз керек. Мысалға, бір деталь сынық болуы мүмкін. Ондай автоматпен жұмыс жасауға болмайды. Және оқ-жаттарды ажыратып айттық, жұмыс орнын ұйымдастыру. Қару-жарақты шашқан кезде және тазалаған кезде арнайы орын болады. Мысалға, кез келген жерде алып сіздер кетіп бара жатып, жүріп бара жатып, болмаса терезенің алдында қару-жарақты шашып қайтып жинауға болмайды. Арнайы арналған орын болады. Мысалға, казармада әскерде қару-жарақты тазалайтын орын болады. Немесе далалық жағдайда ондай орын жоқ болса, осындай плащ-палатка деп айтады, соны жайып, таза жерде қару-жарақты тазалап, кейін майдаймыз. Құрметті әріптестер, бүгінгі сабаққа мен бірнеше әдіс тәсілдер дайындап келдім. Соның бірінші тәсіл бізде демо сабақ деп аталады. Ол демонстративті түрде Калашников автоматын
қалай бұзу және жинау керек екенін білім алушыларға көрсететін болады. Ал бізде 5-45 мм AK-74M деп аталады. Бұл негізгі шынайы автомат емес, автоматтың макеті. Шын автоматтың макеттің айырмашылығын білесіздер ғой? Макетта оңғысы толық құйылған болады, газ поршны және өзгешелеу болады. Автоматтың не себептен біз шашып және жинаймыз? Негізгі екі мақсаты болады. Біріншісі Калашников автоматын тазалап және майлау үшін, екіншісі атыс жүргізіп жатқан кезде Калашников автоматында оқыс жағдай болып атпай қалған жағдайда біз дереу шашып, сол жерде кемшілікті алып, қайтадан жинаймыз. Және үшіншісі жанама қажеттілігі ол сіздердің қолдарыңыз былайша айтқанда автоматизмі болу үшін, қаруды тез жинауға үйрену үшін. Бізде 12-13 норматив дегендер бар, кей жерде 13-14 норматив деп атап жатады. Бірінші автомат бекітпесімен төмен қарап жерде тұрады. Бірінші кезекте не жасаймыз? Оқ-жаттарды шешеміз. Оқ-жаттарды шешпесек, ішінде оқ кетіп қалуы мүмкін. Келесі қадам бізде қандай? Бізде 10 қадам болады. Келесі қадам бізде сақтандырғышты шешіп, автоматтың ішінде оғын қалмаған тексеріп, шүртпені басамыз. Бекітпені артқа қарай қайтарған кезде, егер автоматтың ішінде оқ қалған жағдайда ол сыртқа ұшып шығады. Түсініңіздер ғой? Одан кейінгі қадам бізде қандай? Деп айтады, саусақ жетпейтін жерлерді тазалауға керек нәрсе. Көрсетуге мүмкіндік береді. Балалар өздігінен жұмыс жасаған кезде көп нәрсені естерінде қалады. Мысалға, бір бала көп нәрсені есінде сақтап қалуы мүмкін, бір бала аз есінде сақтауы мүмкін. Топ болып жұмыс жасаған кезде балалардың ой өрісі дамып, есте сақтау қабілеттері жоғары. Қазір мен экраннан автомат Калашниковтың детальдарын көрсететін боламын. Топтан қол көтеріп қана жауап береміз, жарай ма? Қай топ қанша сұраққа жауап берді, мен жазатын боламын. Дайын болсаңыздар, мен бастаймын. Егер де детальдің атын білсеңіздер, қол көтеріңіздер, жарай ма? Қане, үшінші топ. Оқ-жаттар дұрыс. Толық аты қалай? Кім айтады? Оңғы тежеуіш конденсатор. Дұрыс. Оңғы қорабының қақпағы. Дұрыс, молодец. Қайтарма механизм. Қайтарма механизм. Құрметті студенттер, егер де білсеңіз, шашқан кезде бөлшектер жаздым. жартылай бөлшектеу жолдарын жаздым, иә? Бізде ол бірінші оқ-жаттар. Оқ-жаттарды бірінші аламыз. Одан кейін бірінші алу себебіміз, егер бірінші оқ-жаттарды алмасақ, автоматтың қалған бөлшектерін шаша алмаймыз. Бірінші оқ-жаттарды алдым. Одан кейін финал. Оқ-жаттарды алудың басты себебі қандай? Ең басты себебі оқ-жаттарды не себептен аламыз? Ішінде оқтың бар жоғын тексеру. Жаңа ғана қауіпсіздік ережесін айтып кеттік, оқ-жаттардың ішінде оқ болуы мүмкін. Одан кейін пенал, сақтандырғыш, қайтадан сол оқ-жаттардың ішінде оқ қалмаған тексеру үшін сақтандырғышты көреміз. Одан кейін сүмбі, одан кейін оңғы тежеуіш компенсатор, одан кейін өңгі қорабының қақпағын аламыз. Оңғы қорабының қақпағын аламыз. Одан кейін бізде қайтармалы механизм, одан кейін бізде газ поршынды бекітпе жақтауы бар. Ол жерде газ поршынды бекітпеден бірінші бекітпе... Газ поршынды бекітпені аламыз, иә? Бекітпені аламыз. Одан кейін бізде газ түтігі. Қалай
жартылай бөлшектерді жарайды. солай Бұл құрастырамыз. құрастыру бізге түсінікті. Қауіпсіздік ережесі қызықтырақ. Соны Қауіпсіздік ережесі бізде ол арнайы орынның дұрыс болуы, одан кейін оқтың бар жоғын тексеру. жақсы. Отырамын. Құрметті әріптестер, негізі бізде ең маңыздысы ол қауіпсіздік ережесі. Өздеріңіз білесіздер ғой, мысалы әскерде болдыңыздар, ондай оқиғалар орын алып жатады. Ойламаған жерден орын алып жатады. Сол себептен қазіргі таңнан балаларда автоматизмі естерінде қалып қалса, ол ешқашан жасамайтын болды. Қазіргі балалар қолына қару ұстай салған кезде бірінші очередь жасайтын нәрсесіне автоматты алып біреуге кезінде, соны қазіргі таңнан бастап миларына қондырып сіңіріп тастауымыз керек. Фишбоун әдісі түсінікті болды ма? Келесі кезекте бізде жұптас ойлан бөліс деген әдіс бар. Жұптас ойлан бөліс әдісінде біз бүкіл сыныпты екі топ жұп-жұпқа бөліп тастасақ болады. Егер де бүкіл топты жұпқа бөліп өтсек, ол біздің бір сабаққа жететін әдіс болып келеді. Негізі, бірақ қазіргі таңда біз бір ғана жұпты шығарамыз. Осы жерден бірінші бөлім, екінші бөлімші Үкіжан сен ғой, өз тобыңнан бір баланы алып осы жерге шық. Жұптас ойлан бөлісі сізде студенттердің біреуі автоматты жинау немесе бөлшектеу процесті түсіндіреді, ал екіншісі тыңдайды. Түсіндіріп болғаннан кейін түсінбей қалған сұрақтарын қойса болады. Болмаса орында отырған басқа студенттерде сұрағын қойса болады. Бұл процесс біткеннен кейін орын ауысып, жаңағы түсінген адам осы жолы түсіндірген. Орындарын ауыстырады. Қазір жинаны былайын қояйық. Бөлінген бөліктер деп атаймыз. Ана баламына асықпаңдар. Так, тоқта. Болды. Одан кейін фишбол әдісінде жаздыңдар, барлықтар естерінде қалды деп ойлаймын. Әр сыныпта бізде сабақты тез қағып алатын балалар болады, және сәл қиындау түсінетін балалар болады. Сол кезде жақсы оқитын баланы, кішкене сәл түсінбеген баланы бірге шығарып, түсіндірсеңіздер болады. Дүкжан өз тіліңмен кей жағдайда бізде білім алушылар мұғалім сабақ айтқан кезде кішкене қысылып, жасқаншақтап дұрыс түсінбей қалуы мүмкін. Сол себептен оқушыға түсіндірген кезде ол өзгеше болады. Және де екінші ең маңыздысы түсіндіріп тұрған адам өзі есінде тез сақтайды. Түсіндіріп тұрған адамның ойында тез қалады. Түсіндіре ғой? Мына балаға түсіндіріп, дауысын қатты қашан. Мен түсінгенім бойынша бірінші автоматтан оқжақтарды бөліп аламыз. Не себептен бөліп алатын барлығымыз? Автоматтан оқжақтарды қауіпсіздік мақсатында бөліп аламыз. Біз автоматты ашқан кезде оны оқ болып қалуы мүмкін, сондықтан біз бірінші оқжақтарды тастаймыз. Одан кейін сақтандырғышты төмен түсіреміз. Сосын бекітпе жақтан тартып оқтың бар жоғын. Мына жерде сен қазір дұрыс түсіндірмей кетуі мүмкін. Бекітпен тартқан кезде, контрольный жасаған кезде автомат бізде всегда ылғи да 45 градусқа жоғары қарап тұру керек. Себебі Үкіжан сен тура осымен жасаған кезде сен сол жағында адам тұрып қалу. Сол себептен далада болсаңдар аспанға қаратқаның абзал, осындай жерде 45 градусқа қаратсаң болады. Өсеріп бекітпе жақтан тартып оқтың бар жоғын түсіреміз. Түсінбей қалған жерлерін сол сұрақты жөне ма? Ана балаға түсінеміз. Сосын атамыз, одан кейін пеналды шығарып аламыз. Саусақпен салып, пеналды шығарып аламыз. Одан кейін жоғары қаратып, автоматты сүндіні шығарып аламыз. Тежеуіш конденсаторын шығарып аламыз.
Ayzat 16. Armayı koyun ofis. Дайындық пәні, тиімді оқыту және зерттеулер қарудың негізгі бағытында тақырыбында облыстық семинарда іс тәжірибесімен бөліскен үшін Қуан Жайлаубайұлы марапатталады.